Бүгін облыс орталығындағы ірі сауда орындарының бірі Тайга базарының бірінші қабатында таңғы сағат 10-да өрт шықты. Жану аумағы 90 шаршы метрді құрады. Тілсіз жауда ауыздықтауға 14 өрт сөндіру машинасымен 70-тен астам құтқарушы келді. Осындай сценарий бойынша өрбіген оқу-жаттығу жұмыстарына біздің түсіру тобымызда куә болды. Это 101. Звонит Тайга. У нас произошло возгорание на первом этаже в продуктовом отделе. Загорелась холодильная витрина. Құтқарушылар оқиға орнына 5-10 минут ішінде жетті. Әуелі ғимараттан адамдар эвакуацияланды. Бұл Тайга базарының 600-ден астам сатушысы мен сатып алушылар. Жамбыл көшесінде көлік қозғалысы тоқтатылды. Адам көп шоғырланатын нысан болғандықтан тілсіз жауды ауыздықтауға барлық өрт сөндіру бөлімшелері қатысты. 14 арнайы машина келді. Оқу-жаттығу жоспары бойынша Тайга базарының бірінші қабатында шыққан оттың жану аумағы 90 шаршы метрді құрады. Өрт сөндіруге 70-тен астам құтқарушы маман жұмылдырылды. Өртке қарсы қызметкерлердің кәсіби шеберліктерін арттыратын бұл шара 19 қазанда атап өтілетін азаматтарды құтқару қызметінің 20 жылдығына орайластырылған. Сегодня мы проводим. Бүгін біз өрт сөндіру қызметінің төтенше жағдай кезіндегі іс-әрекеттерін пысықтап жатырмыз. Ол үшін адам көп шоғырланатын Тайга базарын таңдадық. Бұл күрделі нысан болып табылады. Әуелі нөмірі 3-ші өрт сөндіру қызметі келді. Жану ошағын анықтаған олар көмекке нөмірі 1-ші қызметті шақырды. Кейін басқаларда шұғыл жұмылдырылды. Басты мақсатымыз адамдардың барлығын эвакуациялап, өртті тез сөндіру. Оқу-жаттығу сәтті өтіп, қызыл жалын 1 сағаттың ішінде ауыздықталды. Бір айта кететіні, аталмыш нысан өртке қарсы жақсы жабдықталған. Аумағы 14 мың шаршы метр болатын базарда автоматтандырылған өрт сөндіру жүйесі істеп тұр. 57 өрт сөндіру құралы бар. Әсіл Оразбаева, Ерлан Қалиев, ақпарат.